Видео тақырыбы бел ауруының ең жиі себебі болып табылатын остеохондроздар. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіз. Остеохондроз дегеніміз не? Қысқаша айтқанда бұл омыртқа аралық диск шеміршектің дегенеративті зақымдалуы. Қалыпты жағдайда омыртқа сүйектерінің арасында осындай шеміршектен құралған диск орналасқан. Бұның қызметі амортизациялық қызмет атқарады. Адам жүрген кезде, ауыр зат көтерген кезде, физикалық жүктеме кезінде сүйектер омыртқа бір-біріне қысым түсірмеу үшін және қысымды жеңілдету үшін осындай шеміршектен құралған диск орналасады, және олар адамның қимыл қозғалысын қамтамасыз етеді. Ал олар зақымдалған кезде біз оны остеохондроз деп айтамыз. Остеохондроз дегенімізді орналасуына қарай үшке жіктейміз. Бұл мойын омыртқасындағы дисктердің зақымдалуы болса, онда шейный остеохондроз, кеуделік омыртқаларда орналасқан болса, грудной остеохондроз және ең жиі кездесетін поясничный, яғни бел остеохондрозы деп жіктейміз. Остеохондрозың пайда болу кезеңдері бар. Біріншісі, мынау қалыпты орналасқан шеміршек болса, келесі уже мына жерде зақымдалған. Бұл кезде көбінесе ауырсыну бермейді, бірінші степень болады. Одан кейін сол зақымдалған шеміршек сыртқа қарай өсіп бастаған кезде, мына суретте көрсетілгенде грыжа пайда болады. Көп адамдар белде грыжа десе түсінбейді. Мынау грыжа осы жерде пайда болады, және мына жұлыннан шыққан нерв қысылуына байланысты ол жерде қатты ауырсыну береді. Ал кейбір адамдарда грыжа пайда болмайды, тек мына зақымдалған шеміршек жойыла бастайды, және сүйектер адам физикалық жұмыс атқарған кезде, ауыр зат көтерген кезде омыртқалар бір-бірінен нагрузка жасап, сүйектер үйкелісіп, сүйектер сыртқа қарай өсіп бастайды. Бұларды біз остеофиттер деп айтамыз. Остеофиттер остеохондроздың ауыр түрлеріне болады және өте қатты ауырсыну береді. Сүйектер бір-біріне үйкеліскен кезде мынау жұлыннан шығатын нерв қысылып қалады, мына суретте көрсетілгендей. Осы нервтің қысылуына байланысты ауырсыну береді, және осы нерв қайсы бұлшықетке таралған болса, именно сол бұлшықетте, сол мүшеде, мысалы аяқта, қолда қатты ауырсыну болады. Көрсетілген осы омыртқалар арасынан 31 жұп нерв шығады. Мынау 31 жұп нерв шыққан болса, мысалы мынау мойын омыртқасынан шыққандар жасыл түспен көрсеткен, яғни ол нерв талшықтары осы жерлерді иннервациялайды. Ал көк түспен көрсеткендер бұлар кеуде омыртқаларынан шыққан нервтер, осы дененің алдыңғы және артқы бөлігін иннервациялайды. Ал фиолетовый түспен көрсетілген бұлар белді және аяқтың алдыңғы бөлігін иннервацияласы, ал сегіз көзден шыққан қызыл нерв талшықтары аяқтың арт жағын осындай иннервациялады. Және егер сізде мысалы мынау мойын омыртқасында остеохондроз болса, нервтер қысылған болса, ауырсыну осы жерде болады, жасылмен көрсеткен жерде. Мысалы қол ұшы ауырсыну, иық ауырсыну кезінде осындай мойын остеохондрозына күдіктенеміз. Ал егер кеудеде ауырсыну және арқада ауырсыну болады, және дем алған кезде күшейетін ауырсыну болса, онда кеуде остеохондрозына күдіктенеміз. Ал ең жиі кездесетін бұл бел остеохондроз кезінде көбінесе мынау белдің осы аймағы отырған кезде қатты ашу сезіммен көрініс береді. Және ал бел сегіз көздік аймақта болса, ең жиі кездесетін остеохондрозның түрі бұл L5, S1, яғни 5-ші мынау L5 деп көрсетіп тұр. 5-ші бел омыртқасы мен сегіз көз арасындағы нерв көбінесе қысылады, және ауырсыну мынау беліңіз ауырайды, сонымен қоса жүрген кезде мына аяқтың арт жағы бойымен ауырсыну болады. Осыған қарай біз қай омыртқа деңгейінде зақымдалу бар екенін білуге болады. Остеохондрозға алып келетін себептер: омыртқа аралық буындар қуыстарының асимметриялы орналасуы, туа біткен өзгерістер. Ал ең жиі себебі бұл физикалық ауыр жұмыс істеу, ауыр зат көтеру, жарақат алу, мысалы биік жерден секіру, транспорт жүргізу, ұзақ уақыт, психоэмоционалды факторлар және аз қозғалысты өмір салты, үнемі отырып жұмыс істеу. Сонымен қатар артық салмақ ең негізгі себебі болып табылады. Себебі артық салмақ кезінде мынау омыртқаларға
қысым түседі. Және ұзақ уақыт осы дискке қысым түсуіне байланысты олардың жойылуына алып келеді және сүйектер бір-біріне үйкелісіп нерв қысылады. Адамның ең негізгі шағымдары қандай нелер болады? Сол жаңа айтылғандай қай нерв зақымдалған болса, сол жерде үнемі ауырсыну болады. Кенеттен қозғалған кезде, физикалық белсенділік кезінде және ауыр зат көтергенде, жөтелгенде, түшкіргенде ауырсынудың күшеюі болады. Және қозғалыс көлемінің төмендеуі және бұлшықет спазмы. Обострение кезінде, яғни нерв қысылып қалған кезде, именно сол жерде бұлшықеттер спазмдалады. Мысалы, мойын омыртқасының остеохондрозы кезінде қолдың, иықтың ауруы болады, бас ауруы болады. Сонымен қатар жаңа айтылғандай, омыртқалар арасынан нерв шыққан болса, ал мойын омыртқасының арасынан басқа қарай артерия өткен болады. Омыртқалы артерия синдромы деп айтамыз. Бұл сол артерияның қысылуына байланысты болатын. Үнемі бас ашу, бас айналу, көз алдында шыбын шіркелердің көріну симптомдары болады. Көбінесе бас ауырған кезде ең бірінші давление, артериялық қан қысымды өлшеу қажет. Егер артериялық қан қысым қалыпты болса, онда көбінесе осындай ішене остеохондрозға күдіктенеміз. Ауырсыну осы аймақта болады. Және мысалы сіз отырған кезде, ұзақ уақыт жазу жазған кезде немесе телефон қараған кезде мынау мойында қатты ашу сезімімен байқалады. Кеуде омыртқасының остеохондрозы бұл онша көп кездеспейді, бірақ бұл көбінесе кеуде қуысының ауырсынуы, жүрек аймағының ауырсынулармен және ішкі органдарда ауырсынумен көрінеді. Бұл кезде міндетті түрде басқа аурулармен диагностика жасау үшін жүректі кардиограммаға түсіреміз және УЗИ жасалынады. Егер олардың барлығы қалыпты болған кезде және ауырсыну рентгенде егер остеохондроз деп берсе, онда остеохондроз деп диагноз қойылады. Ал ең жиі кездесетін түрі бұл бел сегізкөздік остеохондроз. Ауырсыну көбінесе осы жерде болады. Қатты ашу, күйдіру сезімімен болады ұзақ отырған кезде немесе ауыр зат көтерген кезде. Емдеу тактикасына келетін болсақ, негізінен суретте көрсетілгендей, ол зақымдалған шеміршек қайта қалпына толық келмейді. Ем мақсаты тек асқынулардың алдын алу, мынау қысылған нервтің функциясын қайта қалыпқа келтіру, ауырсынуды басу және омыртқадағы дистрофиялық өзгерістердің одан әрі асқынып кетпеуін алдын алуға бағытталады. Дәрілік емес емдеуге бұл режим ауыр зат көтермеу, одан кейін ауыр физикалық жұмыспен айналыспау, сол обострение кезінде және қысқа мерзімді демалыс ұсынылады. Сонымен қатар ұзақ уақыт жату, төсектік демалыста ұсынылмайды. Адам өзінің күнделікті атқаратын әдеттегі жеңіл жұмыстарын атқару қажет, яғни физикалық белсенді болу керек. Ал дәрі-дәрмектерден қандай дәрілерді қолданамыз? Бұл стероид емес қабынуға қарсы препараттар, НПВС-тер, олар инъекциялық түрі бар, ілікті түрде немесе таблетка түрінде тағайындайды врач. И бұлшықеттер спазм болған кезде миорелаксанттар тағайындалады. Сонымен қатар ішене остеохондроз кезінде перифериялық микроциркуляцияны жақсартатын дәрілер және хондропротекторлар тағайындайды. Ал емдеудің басқа түріне мынау мысалы обострение кезінде қатты ауырсыну болған кезде тағайындалса, ал екінші бұл сол асқынулардың алдын алу үшін үнемі жасалынатын әдістер. Бұлар физиотерапия, мануальды терапия, массаж, ЛФК және физикалық жаттығулар жасау. Және осылай турникке тартылып тұру омыртқалардың арасын ашады және нервтің қысылып қалуын алдын алады. Және осылай күнделікті растяжка жасау омыртқалардың арасын ашуына және белдегі ауырсынуды жақсартуға көмектеседі. Кейде осындай тренажерлар тағайындалады, бірақ бұларды тек врачтың назначениесімен жасау керек. Себебі обострение кезінде сіз қате қимыл арқылы қысылған нервті одан бетер зақымдауыңыз мүмкін. Сол үшін бұлар обострениені дәрілік затпен басып болғаннан кейін ғана жасалынады. Ал грижа пайда болған кезде онда нейрохирургқа консультациясы керек. Қажет жағдайда операция тағайындайды. Бел ауырсынуды басу үшін үйде қандай дәрілер қолдануға болады? Тек жергілікті ем қолдануға болады үй жағдайында. Оларға ең жақсы препараттар бұлар кладифен гель 5% немесе диклофенак. Екеуінде составында диклофенак стероид емес қабынуға қарсы препарат немесе артракол ауырсынуды басу үшін. Ал диклофенак ауырсынуды басады және қабынуды жояды. Бұларды 2 реттен сол ауырып тұрған жерге 10 күн жағылады. Ал ауырсыну өте қатты болған кезде онда рентгенге түсіп, инъекциялық түрде дәрілер тағайындалады. Видео ұнаған болса,
видеоға лайк басып каналға тіркеліңіз.